Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы айтыстағы Сүйінбай мен Қатаған образдары. Сүйінбайдың Қатағанмен айтысындағы тартысы. Оқу мақсаты шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру, эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы ақын тұлғасын ашу, шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдау. Айтыс қазақтың театры. Мұхтар Әуезовтің осы сөзі бүгінгі сабағымыздың эпиграфы. Балалар, біз хрестоматиядан айтыстың толық нұсқасын оқып таныстық. Енді айтыстың мәнін келтіретін көркемдегіш құралдар екенін білеміз. Ендеше айтыс мәтінінен көркемдегіш құралдарды, эпитетті, теңеу, метафора, риторикалық сұрауды табайық. Балалар, біз жаңа ғана ғаламтордан Сүйінбай мен Қатаған айтысын тыңдадық. Үзінді келтірер болсақ, Қатағанның сөзі: қырғыздан шыққан жүйрікпін, құс мойынды, қоян жон, тұлпардан туған жатаған өз мініңді айтқызып, Баймырзаңды құсағып, өлтіресің қападан, құрығымды ұсынсам, құтылған емес қашаған. Сүйінбай, 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 сені жеңемін, Құдайға да сыйынбай. Топ бастаған бұлбұлмын, сөз бастаған жүйрікпін, судан шыққан сүйрікпін, бәйгеден озған дүлдүлмін. Шығарма Қатаған үніңді, қырғыз қазақ қосылып, енді топқа кіргізбе ақын деп мақтап мұныңды. Не балалар? Енді осы тыңдалым тапсырмаларын орындайық. Айтыста Қатағанның жеңілуіне себеп болған жағдайларды санамалап жазайық. Орынсыз мақтану. Әрі қарай тағы да қандай себептер Қатағанның жеңілуіне әкелді? Келесі тапсырма: Сүйінбайдың жеңуінің себебін қалай түсіндірер едің? Айтылым: қазақтың бренді атанған айтыс өнерін дамытып жүрген бүгінгі айтыскерлерден кімдерді білесің? Айтыста жеңу міндетті ме? Жетістікке жетудің жолдары қандай? Ой бөлісейік. Жазылым: айтысып көрсем деп едім атты Айдармен жазбаша айтыс жасайық. Қанекей, кім кіммен айтысады? Жұбымызды өзіміз таңдайық. Міне балалар, біз Қатаған мен Сүйінбай айтысын жан-жақты талдап, танысып, барлық дағдылар бойынша тапсырмаларды орындадық. Енді сабағымызды әңгімелесуші серіктестер әдісі арқылы қорытындылайық. Сізге осы сабақта не оңай болды, не қиын болды, не білгіңіз келді? Зейіндеріңіз ашылсын, сіздерге қайырлы білім болсын. Пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар.